отсюда вертолет? Да. Отсюда. Типа мама. Бережи koyuşa андайда bir zat bilgi yerdeki payındalar. Olsa da Hristiyanlık Pazarlары, басқа бір Иран сондай халықтар келіп базарда осылай нан пісіріп сатқан екен. Осындай киімдер болған. Әйел адам екен. Болды ана жерде сексен. Что? Только что Әмір Темірдің бұйрығымен салынған кесене арнайы. Мынау кішкентай кезіндегі Қожа Ахмет Яссауидің ұйықтап қалған кезінде ташбих тартып түсіне осылай Алланы танысаң бүкіл әлем танисың деген аян келеді кісіге. Сөйтіп ол Бұхараға барып білімін тамамдап келеді. Балықтан айырылған. Ол мінекей осы жерде Қожа Ахмет осындай жердің астында осындай 1,5 метрлік ғархана дейді. Ғархана деген тек қана өз жалғыз Алламен сырласатын жері. Осылай жердің астында орналасқан. Осының тура осы макеті бұл. Қожа Ахмет Яссауиіміз осы жерде құлшылығын жасаған екен. Алланы таныған ең мықты білімді сондай ғұлама болған болды. Сол жер астынан шыққан осындай ыдыстар, май шам, табақтары, құмыралар осы. Адам деген судан жаралған, топыраққа барады, ауа, 4 стихия дейді ғой. Су, ауа, топырақ және от. Алла бізді судан жаратқан. Сосын дүниеге келген кезде ауаны жұтамыз, өлген кезде топыраққа көмілеміз және адам өзінің істеген күнәлары ма, жақсылықтары ма, оған бір Алла біледі. Кісіне Құран хатым кітабын алып келген кісін Диуахани хикмет залы дейді. Қожа Ахмет Яссауи өзінің Диуани хикмет шығармасына түркі халықтарының ғасырлар бойы қалыптасқан бай ауыз әдебиеті дәстүріне сүйенеді. Міне осы кітап Диуани хикмет деген кітабы. Өте керемет мұражай. Экскурсоводты жалдап біраз тыңдап шықтық. Сондай керемет. Мынау жаңағы осы туралы айтты. Диуана дейді. Мынандай кісілерді осылай өмірлік ешқандай дүние жинамаған адамдар ғой. Осылай Алланы осылай жүріп, Алланы танытқан адамдар. Құрақтар көп болған, шапанды көп болған сайын Алланың
сайын көп білген адамдар екен. Әрбір айтқан сөзін, сүрелерін жатқа білген. Осында кітабы бар, Қожа Ахмет Яссауи Бақырнамасы. 41 метрден тұратын екі бөлмелі, екі этажды, то есть екі этажды әмір темірдің бұйрығымен салынған. Міне осындай кесене мықты. Ол жерде екінші этажында шәкірттерге білім берген. Сондай керемет жерлер. Әрі мешіт болған, әрі жаңағы білім беретін орда болғанда. Шығармалар. Бұрынғы холодильник, мынандай құмырадағы ұнды, бидайды сақтаған. Міне шексіздік белгісі, біраз төрт құбылам істен болсын деген ниетпен осындай істелінген екен. Оны жаңа айтып отыр, немістер келіп осылай өзінің осы нені шексіздік деген біздің белгімізді алып, өздерінің туларына салып қойған екен. Бұл бізден шыққан негізі шексіздік белгісі деген, төрт құбылан тең болсын деген сондай белгі. Мына жақта шыға беріңіз. Міне Алла әрбір жандықты судан жаратқан деген белгі. Мына жерде жазылып тұрған Қожа Ахмет Яссауи деген жазу арабша. Мынау Қожа Ахмет Яссауидің музейі негізі осылай көрініс осындай. Бұл көріністі Қожа Ахмет Яссауимыз құлшылық еткен халін салған екен. Мына жерде тамшы, міне Алла адам әрбір тамшыдан жаралған деген. Алла әрбір жәндікті судан жаратты дейді. Мына жерде мынау Қожа Ахмет Яссауидің ортасын мөрі деп аталады. Бұл ортасында Қожа Ахмет Яссауи, жан-жағында өзінің 10 шақты өзінің шәкірттерінің мықты шәкірт тәрбиелеген, сол шәкірттерінің аттары жан-жағында жазылған. Алланы таныған әрбір дүниені барлығын таниды деген сөз.